Екінші бөлім адами сипат, адами қасиеттер. Әйелге тән нәзіктік, бақыт шашу, сымбатты сырт келбет, әдемі сөйлеу мәнері, балалық, балғындық. Әйелдің адами сипаты еркекті еліктіреді, қуантады, сүйсінтеді. Осы арқылы әйелді қорғауға, пана болуға ұмтылдырады. 14-ші тарау әйелге тән нәзіктік, женственность. Жұмсақтық пен нәзіктік. Әйелге тән нәзіктік әйелдің сыртқы келбетінде, жұмсақ сөзінде, нәзік әрекетінде көрініс табады. Еркекті ең қатты еліктіретін де осы қасиет. Еркектен қаншалықты айырмашылығыңыз болса, соншалықты әйелге тән нәзік бола түсесіз. Әйелге тән сырт келбет. Тартымды әйел болу үшін еркектердің киіміне ұқсамайтын киім киген жөн. Маталар, тоқыма, қатты маталардан аулақ болған жөн. Әйелді нәзік ететін шифон, жібек, барқыт, ангора секілді жұмсақ маталардан жасалған киімдер киген дұрыс. Түс, ашық түстерді таңдаған жөн. Дизайн, гүлді, горошекті киімдер әдемі. Қара шақпақ, жіңішке сызықты, жалпы геометриялық фигуралары бар киімдерден қашқан абзал. Стиль. Негізгі стиль офистік қатып қалған стильден қашқан дұрыс. Тіпті ондай киім киюге тура келсе, әйелге тән түстермен, жағасы мен жеңін шілтермен әшекейленген дұрыс. Әрлеу, кез келген киімді лентамен, түрлі жіптермен, шілтермен әрлесе әйелдік образ береді. Әшекей бұйымдар. Еркектің портфелін еске түсіретін сөмкелерден қашыңыз. Аяқ киім де тура солай. Жұмсақ шарф, гүл тағыңыз. Әйелдің өзін ұстау мәнері. Сіздер әдемі нәзік киінген, бірақ онысы өзіне жараспай тұрған әйелдерді көрдіңіздер ме? Яғни оның әйелдік мәнері дұрыс болмағаны. Әйелдің өзін ұстау мәнері жүрісі, дауысы, бет қимылы, күлкісі жатады. Тіпті кейде мұның барлығы сырт келбеттен де маңызды. Өзіңізді қалай ұстауға болады? Қол. Еркектің қолын қысқанда күшіңіз көрініп тұрмасын. Жұмсақ қысыңыз. Қол ұстасқанда да алақаныңызды оның алақанына қолын қорғаныш тұтатындай жеңіл ғана қойыңыз. Жүріс-тұрыс, жеңіл жүріңіз. Өзіңізді 40 келідей сезініп жүріңіз. Дауыс. Әйелдің дауысы жұмсақ, нәзік, құбылмалы болуы керек. Кейде ойнақы, кейде тәтті, кейде сыбырлап сөйлеңіз. Ешқашан қатты дөрекі сөйлемеңіз. Күлкі. Қазір аузын кен ашып, басын артқа жіберіп күлетін әйелдері бар. Ондайдан қашыңыз. Бет қимылы. Қатты, ашулы түр, түйулі қабақ, тістеулі еріннен қашыңыз. Керісінше көздеріңіз нәзік, жұмсақ, күлкі болсын. Сөйлесу. Сөзіңіз де жұмсақ шығуы керек. Не істеуге болмайды? Еркектерді арқасынан қағуға, қатты ысқыруға, қарқылдап күлуге, бақыруға, тамақты қомағайлана жеуге, шалқайып ішуге, еркектің қолын қатты қысуға, ауыр басып жүруге, жақтырмай қарауға, дөрекі сөйлеуге болмайды. Тапсырма. Күйеуіңіздің көңіл күйі болмаса, жаным бүгін сенде ауыр күн болды ғой, шамасы. Дейіңіз нәзік дауыспен. Қызыңызға, менің қызымның қалы қалай екен, ұлыңызға күнім сенімен мақтанамын дейіңіз. Үлкен ұлыңыз болса, сен секілді күшті мықты ұлымның бары қандай жақсы деп айтыңыз. 15-ші тарау. Әйелдік тәуелділік. Әйелдік тәуелділікті еркектік қасиеттердің жоқтығы деп те айтуға болады. Ақылды әйелдің жанында еркек өзін қалай сезінеді? Ақылды әйелдің жанында еркек өзін керексіз, ыңғайсыз әрі төмен сезінеді. Мұндай сезім тудыртатын әйел еркек үшін кейде жиіркенішті көрінуі де мүмкін. Тәуелді әйелдің жанында қалай сезінеді? Еркек жұмсақ мінезді, нәзік, сезімтал, сенгіш әйелді дереу қорғағысы келеді. Оның әлсіздігінің жанында өзін күштірек, батылдырақ, ақылдырақ сезінеді. Күш пен билікті сезіну еркек үшін ең күшті сезімдер. Әйелдік тәуелділікке қалай қол жеткізуге болады? Онсыз ештеңе істей алмайтыныңды білдіру, ауыр жұмыстар жасай алмайтыныңызды білдіру, ауыр қораптар тасуды, ас бөлмесін жөндеуді қою керек. Ал күйеуіңіз мұны істемей жүрсе, сын айтпаңыз. Бүгін үйім жинаулы ма, тамағым пісірулі ме, өзім әдемі боп жүрмін бе деп өзіңізге сын көзбен қараңыз. Содан кейін ғана күйеуіңізге проблеманы жұмсақ жеткізіңіз. Өтініш жасаған соң ол тақырыпқа қайта оралмаңыз. Тапсырма. Ер адамға тән жұмыстардан өзіңізді босатыңыз. 16-шы тарау. Айналана шуақ шашатын бақыт.
Бұл сергектік, күлкі, ән, қуаныш, жымиыс, жанып тұрған көздер, үміт, оптимизм және өзгелерге қуаныш сыйлайтын бақыт. Айналана шуақ шашатын бақытқа қалай қол жеткізуге болады? Ішкі тыныштық үшін жұмыс істеңіз. Жан дүниеңде тыныштық, бақыт болмаса, айналана қуаныш сыйлау мүмкін бе? Күліп жүріңіз, көзіңіз жанып тұрсын. 17-ші тарау: мықты денсаулық. Мықты денсаулық сұлулық негізі. Денсаулық сыртқы көрінісін, көңіл күйін. Біз ауру болмаса денсаулығымыз жақсы деп ойлаймыз. Алайда төмендегі дүниелер дұрыс болмаса денсаулық та дұрыс емес. Аурудың болмауы: көп әйелдер тісі мазаламаса немесе ішкі ағзаларының бірі ауырса асқындырып жүре береді. Жеткілікті ұйқы үй шаруасы деп дұрыс ұйықтамауды қою керек. Дене шынықтыру үй шаруасы дене шынықтыруға жатпайды. Ең болмағанда жаттығу жасап тұру керек. Жеткілікті мөлшерде су ішу, таза ауамен тыныстаған ағза сау болады. Дұрыс тамақтану. Әр маусымның өзіне сай тамақтары болады. Жазда жеміс-жидек, көкөністер, күзде алма, асқабақ, көктемде апельсин дегендей. Демалыс. Сау психологиялық көзқарас. Психикамыз сау болмаса, бізде үрей, пессимизм, жеккөрініш секілді сезімдер болады. Бұлардан арылу керек. Тазалық және күтім. Тазалық пен күтім де жақсы денсаулық үшін маңызды. Тіс, шаш, тырнақтың тазалығы да әйелге балғындық береді. Әйел адамға жақсы макияж да керек. 18-19 тарау: баландық, эмоциялар. Балалық әйелді тартымды ететін ерекше қасиеттерінің бірі. Бұл эмоциялардың өзгеріп отыруы кішкентай қызға тән өкпелеп қалу, сеніп қалу, өжеттік секілді мінездер. Көптеген әйелдер уақыт өте осы қасиетті жоғалтып алады. Сондықтан сіздерге айтарым мына 4 нәрседе баландықты сақтаңыздар. Еркекке эмоцияңызды білдіргенде, күйеуіне өтініш жасағанда, өзіңді ұстау мәнерінде, сырт келбетінде. Балалық ашу. Балалық ашу деген не? Бұл ашуланудың әдемі бір түрі. Кішкентай қыздың өкпелеп қалғаны секілді дүние. Балалық ашуды зерттегіңіз келсе, кішкентай қызыңыздың қылықтарына қарап көріңіз. Олар сондай шынайы, сенгіш, аңғал. Тіпті оның солай ашуланғанын көру үшін қайта-қайта ызаландырғың келіп тұрады. Олар жек көру, көре алмаушылық секілді негативті эмоциялардан аулақ. Оның орнына бұртиып отырады. Ондай баланы қолына алып құшақтағың келеді ғой. Әйел де осылай ашулана білуі керек. Мұндай ашу еркекті ашуландырмайды, керісінше көңілін көтереді. Ашуды қалай басу керек? Ашу іштен шығатын бу секілді. Қатты ашу кейде өте ауыр тиеді. Мұндай ашуды тоқтатудың 5 жолы бар. Басу. Ашуды басуға болмайды. Басылған эмоция үлкен зиян әкеледі. Ашуды шығару. Бұл тек отқа май құяды. Өз-өзіңді басқару. Мұндайда сыртын тыныш көрінгенімен ішін қайнап жатуы мүмкін. Бұл да күйеуіне ұзақ уақыт ренішке әкелуі мүмкін. Ситуацияны талқылау. Мұндай жағдайда еркек қорғана бастайды. Кінәні өзіңізге аударады. Баланы ашу. Бұл ашу еркек пен әйелді жақындастырады. Әйелге қай кезде ашулануға болады? Сізге жаман қарым-қатынас жасағанда ғана ашулануға болады. Сізге әділетсіздік танытқанда, сізге бейжай қарағанда, сізді қорлағанда, сізді әділетсіз санағанда, сізді алдағанда, шектен тыс шыққанда. Өзіңіз кінәлі болсаңыз. Егер сіз кінәлі болсаңыз және күйеуіңіз сын айтса, ондай жағдайда мойындағаныңыз дұрыс. Күйеуіңізге қателігіңізді есіңізге салғаны үшін алғыс айтыңыз. Ал егер ол дөрекі түрде жеткізсе, өзіңіздің адамдық қадір-қасиетіңізді қорғауыңыз керек. Ашуды қалай жеткізу керек? Бала секілді ашуланыңыз. Соған қарамастан сүйкімді болыңыз. Өзіңізді ренжіткен жағдайды жеткізіңіз. Есіңізде болсын. Ашуыңыз жасанды болсын. Жек көру мен өшпенділіктен аулақ болыңыз. Асыра сөйлеуді қолданыңыз. Күйеуіңізге комплимент болатын сын есімдерді айтыңыз. Эмоциялардың өзгеруі. Кішкентай қыздар жылап тұрып күле салады ғой, тура сол секілді мұңаюыңыз да қайта күлуіңіз де тез болсын. Еркектерге осындай тез өзгеретін әйел ұнайды. Сыйлықты қалай табу? Сыйлықты қалай қабылдау керек? Күйеуден сыйлық қабылдай білу де әйел үшін маңызды. Дұрыс тәсіл. Үлкен
ризашылықпен немесе бала секілді қуанып қабылдаған жөн. Бәрі де жағдайға байланысты. Сыйлықтың бағасы міндетті емес. Күйеуінің шын ниетін бағалаған дұрыс. Қате тәсіл: күйеуіне әйелі ұнамайтын сыйлық сыйлағанда проблема басталады. Әйел оны қайтару, ауыстыру немесе сынау арқылы үлкен қателік жасайды. Оның орнына алғыс білдіргені жөн. Күйеуіңіз сыйлық бермесе, көптеген еркектер сыйлық дегенге мән бермейді. Кейбіреулері тіпті не сатып алу керектігін ұқпайды. Ымдап түсіндірсеңіз, оны біраз уақыттан соң ұмытып кетуі мүмкін. Сондықтан күйеуіңіздің сыйлыққа деген қарым-қатынасын түсінуге тырысыңыз. Сондықтан оны түртпелектей бермеңіз. Еркектен өтініш сұрау барысындағы қателіктер: тұспалдау. Еркектер тұспалды түсінбейді. Сендіру. Өзінің өтінішінің дұрыс екеніне сендіруге кіріседі. Кейде ол келіседі, бірақ шын ниетімен емес, амалсыздан. Талап ету. Бұлай сұрау еркекті қорлау. Сонда қалай дұрыс сұрау керек десеңіздер, кішкентай балалардың әдісін қолдану керек. Олар түсіндірмейді, талап етпейді, ақталмайды, жай ғана керегін сұрайды. Енді сізде ер азаматтар қандай әйелді мінсіз санайтынның толық картинасы бар. Өзгеріп тұру. Әйелдің өзгеріп тұрғаны тартымды. Сіз жұмсақ, жарқын, нәзік, арасында батыл да болуыңыз керек. Кейде салмақты болуды артықтық етпейді. Неден бас тарту керек? Күйеуіңізді өзгертпек ойдан мүлдем бас тартыңыз. Күйеуіңізден көшбасшылық пен әкелік рөлді тартып алып жүрмеңіз. Мінсіз әйел кейде өзінің сезімдеріне қарсы келсе де күйеуіне құрмет көрсететін әйел. Сізге кітапта айтылған дүниелердің бәрін істеу тым артық нәрсе көрінуі мүмкін. Алайда маған сеніңіз, осыларды істеңіз. Күйеуіңізге көбірек сөзіңіз жүреді және үлкен махаббатқа ие боласыз. Өкінішке қарай көптеген әйелдер қалай сәтті неке жасаудың жолын білмейді. Олар адал, мейірімді, жақсы дама хозяйка, қамқор ана болсақ болды деп ойлайды. Бірақ жақсы жар болуды ұмытып кетеді. Басты мақсат: күйеуіңіздің махаббатына қол жеткізу жолында сіз үшін басты принцип оған өзінің ер азамат екенін үнемі сезіндіріп отыру. Еркекке керегі әйелінің оған үнемі тамсанып, таңданып, сүйсініп отырғаны. Сіз өзіңізді үстіңізге көшкін құлағандай әсерде сезініп отырған шығарсыз. Онда берер кеңесім: кітапта айтылған дүниелерді бір-бірден қолдануға көшіңіз. Алдымен бір апта бір қасиетті бойыңызға сіңіруге тырысыңыз. Сосын келесісіне көшіңіз. Барлық материалды игергеніңізде бәрінің басын біріктіресіз. Солай күйеуіңіз үшін сүйікті әйелге айналғаныңызды, шексіз махаббатқа ие болғаныңызды білмей қаласыз.